Барлықтарыңызға сәлем достар, мен есім Аяулым, сіздермен бірге қазақша SMM, және де бүгінгі тақырыпта сіздермен Instagram арқылы қалайша көбірек сауда жасауға болады, сол жайлы сөйлесетін боламыз. 2022 жыл келіп жетті, және де барлығымыз Instagram арқылы, әлеуметтік желі арқылы табыс табуға болатынына толықтай көзіміз жетті деген ойдамын. Және де бүгін сіздермен біз осы Instagram арқылы қалай көбірек сауда жасауға болады, сол жайлы сөйлесеміз. Бұл видео көбінесе кәсібі бар адамдарға, немесе кәсіпті енді Instagram арқылы жүргізіп бастап жатқан адамдарға өте пайдалы болады. Ең алғашқы кезде Instagramда аккаунтты публикация жасап, упаковка жасамас бұрын көп кісі таргетке көбірек мән береді екен. Осы ең басты қателіктердің бірі. Яғни сіз өзіңіздің аккаунтыңыз упаковка жасамай жатып, таргетинг жіберсеңіз, сіздің аккаунтыңызға салған ақшаңыз слив болады. Неге екенін түсіндіріп өтемін. Сіз реклама жібердіңіз, әртүрлі креативтер жасадыңыз, видео түсірдіңіз өзіңіздің тауарыңызға, реклама жібердіңіз. Сіздің аудиторияңыз сіздің рекламаңызды көреді де, сіздің аккаунтыңызға өтеді, немесе сіздің сайтыңызға өтеді. Сіздің сайтыңыз дұрыс болмаса, немесе сіздің посадочный аккаунтыңыз дұрыс болмаса, дұрыс упаковка жасалмаса, ол жақта сіздің тауарыңыз жайлы толық ақпарат болмаса, отзывтар болмаса, онда сіздің бюджетіңіз слив болады. Түсінікті ғой, ол нәрседен қашу үшін слив деген не деген түсіндіретін болсам, бұл сіздің аккаунтқа салған ақшаңыз құр босқа, сізге ешқандай возвратсыз кетіп қалады деген сөз. Яғни сіз мысалы $2-дан $5 аралығында бір күнге таргетке саласыз, реклама жіберіп көресіз, сіздің аккаунтыңызға аудиторияңыз келеді, аудиторияңыз сіздің не сатып жатқаныңызды, тауарыңыз қай жақтан келетінін, ол тауар ол адамға не үшін көмектесетінін білмей шығып кетеді, яғни сатылым болмайды, продажа болмайды. Сол себептен де сізге ешқандай табыс көзі келмейді деген сөз. Ал кез келген кәсіпкер өзінің бюджетін слив болғанын қаламайды, сондықтан да оны алдын алу үшін мына кеңестерді қолданыңыздар. Алдымен аккаунтты полностью упаковка жасау, аватаркасы, шапкасы, актуальные, оның барлығын қалай жасау керектігін мен өзімнің Instagramда және де осы YouTube арнамда салып қойғанмын, барлығын қарап шықсаңыздар болады. Упаковкадан бөлек жаңағы аккаунт, шапка, аватарканы жасап болғаннан кейін міндетті түрде жасалу керек нәрселер бар. Ол бірінші, сіздің тауарыңыздың немесе услугаңыздың полный обзоры. Сіз не сатып жатырсыз? Бұл зат сіздің аудиторияңызға қалай көмектеседі? Оның қандай жақсы жақтары бар, плюстары қандай, сіз конкуренттерден қандай айырмашылығыңыз бар. Яғни жақсы және жаман жақтары. Жаман жақтары дегенде, жаман жақтарын айтпайсыз ғой өзіңіздің тауарыңыздың, бірақ жақсы жақтарын, яғни аудиторияға қандай көмек көрсете, полностью обзоры болу керек. Сіз кітап сатып аласыз дейік. Кітап бұл қандай кітап? Бұл қандай мәселені шешеді? Мысалы сіз жазушысыз. Бұның ішіндегі героинялардың қандай өкпе наздары бар, қандай проблемалары бар, сізге қандай жағынан көмектесетініне өзіңіздің тауарыңыздың түсінігін беруіңіз керек. Сол кезде сіздің аккаунтыңыз полноценный аккаунтқа, яғни упакованный аккаунтқа жақынырақ болады. Көп кісі өзінің аккаунтын упаковка жасап қояды, яғни аватаркасын, шапкасын, актуальныйын күшті жасайды, посттарын әдемі қылып жасап қояды, визуалын жасап қояды. Бірақ аккаунтқа кіргенде что-то сухо болып тұрады. Ол дегеніміз бір түсінік жоқ полностью. То есть мен мысалы кірдім аккаунтқа, тауар алғым келеді, немесе жаңа услуга қолданғым келеді, бірақ полностью бұл кісі немен айналысады, не сататынын түсініксіз. Сіздің аудиторияңыз сізді толыққанды біліп келмейді ғой. Сіздің аудиторияңыз сіздің рекламаңыз ұнаса кіреді, ары қарай уже сіздің аккаунтыңыздың немесе сіздің сайтыңыздың жұмысы болып табылады. Сондықтан да сол жағынан өте қатты мән беруіңіз керек. Және де екінші ең маңызды пункттардың бірі, көбісі ұмытып кететін, бұл отзывтар. Отзыв кез келген аккаунтқа, ол бизнес аккаунт болсын, ол бизнес жаңағы парақша, яғни эксперттің парақшасы болсын, ол жақта отзыв болу керек.
отзыв жай ғана сухой отзыв емес, жаңағы тексттер, жаңағы WhatsApp'та жіберілген рахмет сіздерге, алдым товарымды, күшті екен, әдемі екен деген ғана емес. Ол жақта әртүрлі история мен жаңағы берілген отзывтар болу керек. Мысалы, сіз бір дәрі-дәрмек сатасыз дейік, арықтауға арналған. Сіз жай ғана результаттар сала берсеңіз, до и после сіздің жаңа клиенттеріңіздің арықтаған тоже қызық емес. Бір клиентіңіздің историясын алыңыз. Жаңағы ол кісі 10 жыл, 20 жыл бойы арықтаумен айналысып келеді, бірақ ешқандай арықтай алмайды, бірақ сіздің препаратыңызды қолданғаннан кейін, бір айдан кейін жақсы результат болды. Одан кейін жаңағы отбасымен өзінің қарым-қатынасы жақсарды, немесе өзін қабылдады, өзін жақсы көрді. Жаңағы персонаждың уайымдарымен, қайғыларымен, барлық проблемалардың шешімін осы сіздің тауарыңыз шешкен секілді көрсету керек. Егер де әрине ол шынымен де сондай болса. Яғни сондай историямен жасалған отзывтар аккаунттың полностью упаковка жасалғанын көрсетеді, яғни профессионалды упаковка жасалған. Ең келесі бұл фото-видео обзорлар. Сіз өзіңіздің товарыңызды жақсылап теориялық түрде описание жасап упаковка жасауыңыз мүмкін, бірақ егер де сіздің товарыңыздың фото-видеосы, қолданыста жатқан видеосы, фотосы болмаса, онда тоже аккаунтыңыз не совсем упакованный болып саналады. Фото-видео обзор дегеніміз қандай? Ол өте жоғары сападағы фото-видео болу керек. Кітап болады, мысалы, кітапты басқа бір товар деп, өзіңіздің товарыңыз деп елестетіңіз, әдемі фото-видео жасаңыз, 3D форматтағы фото-видео. Сосын қазір мобилографтар өте көп біздің нарықта. Мобилографтардан сұраңыз, жай ғана 15 секундтық TikTok форматындағы обзорлардағы видео салыңыздар, трендтегі видеоларды көбірек салыңыздар, қысқа нұсқа. Бірақ сіздің ол жерде товарыңыз қолданыста болу керек. Мысал ретінде мировой брендтердің рекламный роликтерін сізге көрсеткім келіп отыр. Яғни бұл видеороликтерде особо қатты замысловатый нәрсе жоқ, то есть мына зат күшті алыңдар деген нәрсе жоқ та. Мысалы, тот же самый AirPods немесе iPhone-ның рекламасын көрсеңіздер, ол жақта тек қана фото-видео обзор. And Dolby Vision. This is iPhone 12 Pro. Steel. The ceramic shield on the front is tougher than any smartphone glass. And tighter borders. То есть дизайны, үйлесімділігі, формалары, цветтері, материалдары, қалай оны қолданыста қалай әдемі көрінеді, эстетикалық рахат аласын көргенде. Дәл сондай өзіңіздің товарыңызды эстетикалық видео, фото түсіріп Инстаграмға салыңыз. Өзіңіздің аудиторияңызды дұрыс таңдасаңыз, сіздің товарыңыздың сол жасаған обзорын 100% бағалайды. Маңызды және де соңғы пункт бұл визуал және де регулярность. Яғни сіз таргет жіберіп қойғаннан кейін сіздің аккаунтыңызда үнемі активность болу керек. Үнемі активность. Сторис күнделікті болу керек, кемінде 10-15 және де кемінде аптасына 2-3 пост салынып тұру керек. Бірақ бұның барлығы индивидуально, опять же. Менің айтқым келіп отырғаны, сіз егер де таргет жіберіп, уже бюджет салып қойсаңыз, аккаунтыңыз упаковка жасалып қойса, аккаунтыңыз үнемі активный болып тұру керек. Өйткені келген адамдар, яғни таргеттен келіп жатқан адамдар, сіздің аккаунтыңызды активный екеніне көз жеткізу керек. Түсінікті ғой, Осы пункттардың барлығын дұрыс жасап болған соң, өзіңіздің аккаунтыңызға таргетинг жіберсеңіз болады. Таргетинг жайлы біз келесі видеода сөйлесетін боламыз. Сіздермен бірге Аяулым, қазақша СМ, келесі видеода жолыққанша. Көбірек ақпаратты менің Инстаграмнан, Телеграмнан арналарынан білетін боласыздар. Барлығы төменде сілтемеде бар. Видео ұнаса тіркеліп, осы видеоның астына лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі видеода жолыққанша.